Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін біз дәл осындай жент дайындайтын боламыз. Ең алдымен бізге ол үшін жарма керек болады. Жарманың үстіне керекті мөлшерде қант салатын боламыз. Үстіне ерітілген сары май құйып, жақсылап араластырамыз. Дайын болған талқанымызды керекті мөлшерде алып, дәл осылай видеодағыдай қолмен дөңгелек формада жасаймыз. Сіздер дәл мен сияқты дөңгелек формада жасауларыңызға болады, немесе неше түрлі формаларды алып, сол формаға салып жасауларыңызға болады. Менде женттер дәл осындай мөлшерде шықты. Дәмі өте керемет. Сіздерге жасауға кеңес беремін.